Мұхтар Әуезов қазақтың ұлы жазушысы, ғұлама ғалым, қоғам қайраткері, Қазақстан ғылым академиясының тұңғыш академигі, Қазақ КСР-ның еңбек сіңірген ғылым қайраткері. Оның көптеген шығармалары бар, соның ішінде «Қорғансыздың күні» атты шығармасы. Қорғансыздың күні әңгімесі байырғы қазақ ауылындағы кедейлер өмірінің бір көрінісін тереңнен қозғап, бейшара, қорғансыз жандардың тұрмыс тіршілігіндегі жан түршігерлік азап пен ауыртпалықты аса шынайы әрі әсерлі жеткізеді. 1922 жылы Орынборда «Қорғансыздың күні» деген атпен жеке кітап болып шықты. Мұхтар Әуезов осы әңгімені жазғанда өзінің ішкі жан дүниесіндегі қиналған кезін баяндап берді. Қорлыққа жаны төзбеген жауыздықтың құрбаны болған Ғазизаның әкесінің моласына барып, үсіп өлуі себебін жазушы өте анық та дәл шебер суреттейді. Қыздың адам айтқысыз озбырлық көрген, қорлығына шыдамай боранға ұрынып, үсіп өлген айтылған. Қорлыққа жаны төзбеген жауыздықтың құрбаны болған Ғазизаның әкесінің моласына барып, үсіп өлуі себебінен жазушы өте анық та дәл шебер суреттейді. Қыздың адам айтқысыз озбырлық көрген, қорлығына шыдамай боранға ұрынып, үсіп өлгені айтылған. Оқиға басталғаннан-ақ оқушыны қорқынышты бір үрей сезім билейді. Тағдыр тауқыметін арқалаған жүдеу, үйде еркегі жоқ, соқыр әйел, кәрі әже, жас қыздың зарлап қалуы кімді болса да тебірентпей қоймайды. Жүректі сыздатып, көкіректі қарс айыратын шығармалардың шоқтығы биігі осы әңгімелер шығар сірә. Көлемі шағын болғанымен, әрбір сөйлемінің нүкте түрдің астында ауқымды кеп, ойлауға ауыр дүниелер сапырылып жатыр.